Қайырлы күн әріптестер, қалдарыңыз қалай? Кеше осы білгенмен бөлсем Facebook тобыма салған болатынмын. Мына видеоны осыны қалай жасайды деп сұраған еді шақырып кетті. Енді бұны жасау үшін сіздер Canva сервисіне кіресіздер. Менде дайын мына үлгісі тұр жасалған. Бұл үлгіні мен сіздерге сілтеме арқылы беруіме болады, немесе топта бөлісуіме болады. Мінекей осылай. Сіз бұл шаблон барады дайын, сіз өзіңіз өзгертіп алсаңыз да болады. Бірақ бұндай шақыру билеттерді сіз өзіңіз де жасай аласыз. Сондықтан бір көрсетейін сіздерге. Мінекей мына нұсқаны ашайық. Бұл шақыру билет, міне мына жерде шаблонды тұр. Мен осыны таңдағам. Бізде Күліш апайдың мерекелік кеші болғанда ол кісіге арнайы жасаған едік. Енді бұны қазір өзгертеміз. Енді Canva сервисін білесіздерге, бұл жерде саймандар тақтасы, мына жерде фон, аудио, мына жерде әртүрлі приложениялармен жұмыс жасауға болады. Осы Canva сервисінде дайын проекттер өзім жасаған, немесе сурет қылып салуға болады, қолыңыздан келсе. Загрузки біз компьютерден немесе интернеттен жүктейміз. Мына жерде бренд, бұл жерде енді сіз ақылы бөлімге қосасыз, сол кезде ғана бізге доступ болады. Текст, кез келген жерге мәтін жаза аламыз. Шрифттарын өзгертеміз, түсін өзгертеміз. Одан кейін элементы, бұл біздің шақыру билетке қажетті әртүрлі рамкалар болсын, гүлдер болсын, вставкамен жұмыс қой былай айтқанда. Мына дизайнда қазір бөлімде тұрмыз, бізде шақыру билеттердің түрлі варианттары ұсынып тұр. Енді біз алысқа бармаймыз, тура осы нұсқаны қазір өзгертіп көрейік. Қазір мына апатайды қазір мен алып тастаймын. Бұның орнына басқаша жасап көрейін. Бұны алып тастайын. Удалить рамку, бәрін алып тастадым. Енді бұл жерге мен загрузкиге барайық. Загрузкиге барайық. Қазір мен мына жердегі розовый, қызыл фондар тұр ғой, гүлдер. Соған байланысты мына суретті алып тұрмын. Енді құр қазір осылай қоя салсам, бұл дұрыс болмайды мысалы. Мынау шақыру билетке осындай сурет тұрған дұрыс емес. Сондықтан бұның астына біз бірінші рамка дайындаймыз. Ол үшін элементы бөліміне барып, мына жерге рамки деп жазамыз. Рамкиге барғаннан кейін бұны келтіруге болады, әртүрлі вариантты таңдап. Мысалға, мына гүлді нұсқасын алып, мына рамканы бірінші қойып аламыз. Мына суретті алып тастаймын былай. Рамканы қоямыз. Бұл үлкен болып тұр, сондықтан кішірейтіп формасын жасаймыз. Мына бекешті әкеп ортасына қоямыз. Мінекей. Мынау қазір дұрыс тұрған жоқ, шашының жартысы қырылып қалды. Сонда екі рет басамыз. Міне басқан кезде осылай настроить етеміз ғой барлығын. Сосын бұны рамкасымен барлығы уже закрепить етілді ғой. Соны бүйтіп үлкейтіп қойсаңыздар болады. Енді мына жерге өзіңіздің тақырыбыңызды жазсаңыздар болады. Осы жерге өзіңіздің қалаған мәтініңізді жазасыз. Жаңа жылдық кешке шақырып жатырмын деп шақыру жасап жатыр. Мінекей. Бұл жерде де осындай өзгертсеңіздер болады. Мінекей. Енді мынаны алып тастайық. Бұлай осының барлығын ыңғайлап өзгертесіздер. Екінші бетке өзіңіздің шақыру мәтініңізді жазасыз. Мінекей біздегі шақыру билеттің енді нұсқасы дайын тұр, жобасы. Енді осыны сақтаймыз. Бұл жерде сразу сіз аудионы қоссаңыз болады. Мен көбінесе бұл жердегі аудиоларды алмаймын, өйткені сәйкес келмейді бұл аудиолар мынаған. Мысалға мынаны көрейік. Мына аудионы алдық. Дайын тұр. Енді поделиться дегенге барамыз. Осы жерде скачать дегенді басамыз. Мына жерде тип файла деп тұр. Осыны ашасыздар. Осыны ашқанда рекомендуемый деп тұр ғой. Сол MP4-ге басамыз. Сосын страницаны таңдаған кезде қарау керек міндетті түрде. Кейде болады бірнеше страницалар жасаймыз ғой, пробный қылып. Сол жерде нақты қажетті страницаларды белгілейміз осылай. Сосын готовыны басамыз. Сосын скачать деп басамыз. Қазір біздің видеомыз мінекей жүктеліп жатыр. Қазір біздің жұмыс дайын болған сияқты. Мінекей көрейік. Мінекей әріптестер, сіздер де осылай жасап көріңіздер.